Ассаламу алейкум арна көрермендері, армысыздар. Бүгін сіздерге тағы бір қызықты ақпаратты ұсынатын боламыз. Жапондықтар енді су үстінде өмір сүруге бел байлады. Жапония мұхиттың үстіне қалқымалы қала тұрғызбақ. Жүзеге асса, бүгінгі таңдағы бірегей ғасыр құрылысы. Міне осындай ақпараттарды бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Алдымен видеомызға лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Жапондықтар енді су үстінде өмір сүруге бел байлады. Елдегі ең арық стартабы мұхит бетінде бой көтеретін Доген Сити деп аталатын алып қалқымалы қала көтеру жоспарын жария етті. Су үстіндегі қаланың жобасы жайлы Rob Report басылымы жазды. Жобаның сипаттамасы былай: қала сақина тақылеттес болады. Су бетіндегі бұл сақина қаланы цунамидің зардабынан қорғайды деп жоспарланған. Су үстіне қала тұрғызудағы басты мақсат тұрғындарды озық медициналық қызметтермен қамтамасыз ету, келешектегі роботтық хирургияны жандандыру, азық-түлік өндірісі мен жаңартпалы энергия өндіру арқылы жаңа өмір салтына көшу. Яғни, бір ауыз сөзбен жинақтап айтсақ, жаңа ғасырдағы адамзаттың жаңа тіршілігінің бейнесін қалыптастыру. Жоспарда бірқатар бағыттар қарастырылған көрінеді. Тіпті жапондық жасампаздар қалада ғарыш кемесін ұшыру алаңын салуды да жоспарлап отыр. Демек онда тіпті ғарыш аппараттарын ұшыру алаңдары да қарастырылған деген сөз. Қалқымалы Доген Сити қаласы 3 қабаттан тұрмақ. Қалада салынатын ғимараттар мен кешендер салалық бағытта осылайша 3-ке бөлінеді. Оның мынадай маңызды тұстары бар көрінеді. Бірінші, бұл өмір сүруге жарамды, өзін-өзі қамтамасыз ететін теңіз ауылы, яғни тұрғындар орналастырылатын үй. Онда қаланың тікелей тұрғындар орналасатын бөлігі деген сөз. Екінші, табиғи түрде мұхитпен салқындатылатын су астындағы деректер орталығы. Үшінші, соңғы қабаты SpaceX-пен байланысты болады және зымырандардың ұшу-қону алаңына айналады. Міне, қала осылайша 3 үлкен бөліктен тұрады. Заманауи инновациялық технологиялармен жабдықталған Доген қаласының аумағы небәрі 157-де 8 гектар жерді алып жатыр. Алайда, бұл алқап аз дүние емес. Қаланың сыйымдылығы бір мезетте 40 мың адамға шақталған. Оның ішінде тұрғындарының саны 10 мың деп, қалған 30 мың адам саяхатшылар деп жоспарлануда. Ал бүгінге дейін бұл қаланың нақты қай жерде орналасатыны, немесе құрылыстың қашан аяқталатыны туралы мәлімет қазірше жоқ. Қала туралы тағы бір қызықты дерек. Қала қазірден бастап аурусыз аудан деген атпен бақ беттерінде жарияланып жатыр. Ал бұл оның озық инновациялық технологиялық медициналық мүмкіндіктеріне байланысты аталған атау болса керек. Қалай болғанда да, әлем неше жылдық пандемиялық дүрлігуден кейінгі жобаның бұлай аталуында бір мән бар екені айдан анық. Енді бір таңғаларлығы, азық-түлік дәнді дақылдар теңіз суын кәдеге жарату арқылы қаланың өз аумағында теңіз үстінде қалқымалы түрде өсіріледі. Бұл үшін инновациялық технологиялар пайдаланылады. Демек, бұл қала жүзеге асатын болса, әлемдегі соңғы инновациялық технологиялардың жиынтығы есебіндегі үлкен кешен болады деген сөз. Жоба жылына шамамен 7 мың тонна азық-түлік және 22 миллион 265 мың киловольт электр энергиясын өндіреді деп мақсат қойып отырған көрінеді. Жоба жылына шамамен 7 мың тонна азық-түлік және 22 миллион 265 мың киловольт электр энергиясын өндіреді деп жоспарлануда. Ендеше бұл жоспар жүзеге асатын болса, Жапонияның бұл кешені дәл осы мезгілдегі ғасыр құрылысы болады деген сөз. Ендеше біздің қоғам рулық санадан биіктей алмай, топ-топқа бөлініп, алды-алдына қиқым болып жүрген кезде, жер бетіне бір қала салуды әлемге жар салып жаңалық деп айтып отырған шақта, Жапония кешегі алаш зиялылары аңсаған мемлекеттік модель су үстінде әлемге теңдесі жоқ бірегей қалқымалы қала құрылысын жүзеге асыруды жоспарлап отыр деген сөз. Ендеше біз өзімізді озық ойлы жасампаз адамдардың қатарына қосқымыз келсе, осындай әлемдік озық ойларға қарап бой түзегеніміз абзал сияқты ағайын. Сіз қалай ойлайсыз? Пікір алаңына жазып кетіңіз. Келесі қызықты ақпараттармен бөліскенше есен сау болыңыздар ағайын.